Сәлеметсіздер ме оқушылар? Ал бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын барлығымыз ортаға шығып, шарттық шеңберге тұрып, бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Қане барлығымыз ортаға шығайық. Ал барлығымыз бір-бірімізге жақсы сөздер айтып, жақсы көңіл күй сыйлайық. Бүгінгі күндерің сәтті өтсін. Бүгін көңілді болып жүр. Бүгін сабақ жақсы. Сәттілік серпін өтсін. Жаңа күнге жаңа қуаныш. Бақытты бол. Сабағыңды жақсы оқы. Бүгінгі сабақтың үздігі бол. Сабағыңды ешпе. Бүгінгі сәттілік. Сабағыңды жақсы оқы. Бүгінгі сабағыңда сәттілік. Бүгінгі күнге сәттілік. Бүгінгі күнің керемет өтсін. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет. Ал балдар енді топқа бөлу класс толыс платформасы бойынша топқа бөлеміз. Бұл жердегі шартты сынып оқушылар берген платформа арқылы тақырыпқа қатысты атаулармен 4 топқа бөлінеді. Ал енді осы топқа қазір бөлеміз. Ал балдарына сайтқа барлықтарының аттарын жазып шықтық. Осы сайт өзі не қылып шығады? 4 топқа бөліп шығады. Әрқайсымыз 4 топқа не қылдық? Аттарымызды 4 топқа өзі осы сайт арқылы бөлініп шықтық. Осы бойынша барлықтарымыз өзіміздің орнымызға отырамыз. Ал енді бүгінгі жаңа тақырыпқа байланысты топтардың аттарын қойып алайық. Ең бірінші тобымыз ақыл мен адамдық тобы. Ақыл мен адамдық тобы. Одан кейін екінші тобымыз Бағдат жастары. Осы тақырыпқа байланысты Бағдат жастары. Одан кейін үшінші топ Масғұттың жолы. Масғұттың жолы. Одан кейін төртінші топ Қызыл алма. Ой қозғаймыз Абайдың Масғұт поэмасы ізімен. Айша мен Данияр мектеп кітапханасының жым-жырт бұрышында отыр. Күн сәулесі шамды ауада билейді. Олар үстелге қойылған ескі қалың кітапқа үңілген. Бұл Абайдың Масғұт поэмасы. Ал енді ой қозғау Стары Көк жасанды интеллект платформасы арқылы балдар біз әңгімені тыңдадық. Ал енді сол тыңдауға байланысты неғылым сұрақтарға жауап береміз. Ал бірінші сұрақ, әңгімеде не туралы айтылған? Кім айтады? Жалпы бұл Масғұт поэмасында басты көтерілген мәселе таңдау болып табылады. Бұда бізде Қыдыр ата Масғұтқа үш алманы береді, яғни 3 таңдау. Ол Масғұттың Қызыл алманы таңдау себебі, ол байлықта, билікте мәңгілік емес, яғни олар қолдан кетеді, ал білім ол мәңгілік жадта қалатын нәрсе. Арой өте жақсы сұраққа жауап бердің. Ақыл мен адамдық тобына 1 ұпай. Ал екінші сұраққа келетін болсақ, ол туралы не айта аласыңдар енді? Масғұт өте дұрыс таңдау жасады, себебі билік пен байлық уақытша нәрсе, ал ақыл арқылы ол сол билікке де байлыққа да жете алады. Ал енді үшінші сұрақ, Абайдың тағы да қандай поэмаларын білесіңдер балдар? Кім айтады? Кім жауап береді? Абайдың 4 поэмасы бар. Ескендір, Вадим, Әзім әңгімесі және осы Масғұт поэмасы. Осы поэмалардың ішіндегі аяқталмаған поэма ол Вадим поэмасы. Тамаша жауап. 1 ұпай береміз, 1 ұпай. Масғұт жолы несіне тағы да 1 ұпай береміз. Ал балдар енді сабақтың тақырыбын болжап көрейікші. Қандай бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ сонда? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Масғұт поэмасы жайында болмақ. Жақсы жауап, жақсы балдар. Отыра ғой. Ал енді балдар ой қозғау платформасы арқылы сабақтың тақырыбын болжадық. Бүгінгі сабағымыз сонда Масғұт поэмасы екен. Енді біздің оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсатымыз әдеби шығарма сюжеттік талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну, көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына баға беру. Сабақтың мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік талдау жасайды және оқиға желісі арқылы автордың идеясын анықтайды, көркем шығармада көтерілген мәселелердің жаңашылдығын талдайды және оған өз көзқарасын білдіреді. Ал балдар, Масғұт поэмасы бойынша қысқаша бейнероликті тамашалайық. Ал бейнеролик көрейік. Дастаны 1887 жылы жазылып, 1909 жылы Петербургте жарық көрген. Шығарма сюжетіне аңыз әңгіме арқау болып, 3-ші жақтан баяндалған. Поэма оқиғасы шағын, қатысушы кейіпкерлер көп емес, солардың ішінде кең ашылатын образ Масғұт. Көркемде көркін адам ойын бұрмақ.
Ал балалар барлығымыз енді Масқұт поэмасын толықтай таныстық, бейнероликті көрдік, ой қозғау стратегиясы арқылы таныстық. Одан кейін енді сол Масқұт поэмасы бойынша тапсырмалар орындаймыз. Бұл бірінші тапсырма топтық жұмыс, оқиғалар картасы әдісі. Бұл жердегі тапсырманы шарты оқулықты пайдалана отырып Масқұт поэмасының сюжеттік дамуын анықтайды және идеялық мазмұнын түсіндіреді. Бұл жердегі біздің дескрипторымыз Масқұт поэмасындағы негізгі оқиғаларды ретімен анықтайды, әр оқиға кезеңнің маңызын түсіндіреді және сюжеттік желіге сәйкестендіреді, поэманы идеялық мазмұнын өз сөзімен түсіндіреді. Дескрипторы осы. Ал осы тапсырманы топтық жұмыс қып орындаймыз. Ал балдарға топтық жұмысты орындаймыз. Нәтижедегі поэманың сюжеттік дамуын жазамыз. Әр топ барлығымыз осы жаңағы тапсырманы орындаймыз. Топтық жұмысты орындаймыз. Масқұт поэмасының сюжеттік дамуы басталуы Бағдат шаһарында Мақсұтты қарақшыдан шалды құтқаруы, Мақсұт пен шалдың диалогы, байланысы, шалды Мақсұтты бұзылған талға ертіп апарып, 3 түрлі жемісті ұсынуы, Мақсұттың қызыл жемісті таңдауы, Қыдыр атадан бата алуы, шиеленісуі, Шәмсті жиран атануы, Масқұттың халифаға уәзір болуы, Қыдыр шалдың аян беруі, шарқ таушеге жан басуы, ішкен жұрттың ақылынан адасуы. Қызыл алма тобы да аяқтатты тапсырманы кәдімгідей жауап береміз. Масқұт поэмасының сюжеттік дамуы басталуы Бағдат қаласында Масқұт атты жігіттің өмір сүруі, Қыдыр шалды қарақшылардан құтқаруы. Байланысы шалдың Масқұтқа 3 алма беріп таңдау жасатуы, шарықтау шегі, шиеленісі Масқұттың қызыл алма таңдауы, яғни ақыл және адамгершілік. Шарықтау шегі адамдар арзан суды ішіп, есінен айырылып бір-біріне күлуі. Шешімі Масқұтқа Қыдыр шалдың бата беруі, соңында уәзір болып хан екеуі арзан суды ішулері. Басталуы Бағдат шаһарында Масқұттың қарақшылардан шалды құтқаруы, яғни Масқұт пен шалдың диалогы. Шал Мақсұтты кері ағашқа алып барып, солай оған 3 түрлі алманы ұсынады. Мақсұттың қызыл алманы таңдауы болып табылады. Шешімі хан мен уәзірдің амалсыздан құмырадағы суды ішіп көппен бірдей болуы. Басталуы Бағдат шаһарында Масқұттың шалды қарақшыдан құтқаруы, Масқұт пен шалдың әңгімелесуі. Байланысы Масқұттың сиқырлы талға апарып оған 3 түрлі алма ұсынып бата беруі. Шиеленісі Шәмші Чихан атануы, оның уәзір болуы, Қыдыр шалдың аян беруі. Таушегі халықтың жаңбыр суын ішуге таласып, барлығының бір-біріне күліп ақылынан айырылуы. Шешімі хан мен уәзірдің жаңбыр суын халықпен бірге ішіп ақылынан айырылуы. Жақсы, тамаша жауап. Бұл да Масқұттың жолы тобына тағы да бір ұпай. Ал енді дұрыс балдар, бірінші тапсырманы орындадық. Екінші тапсырмада жұптық жұмыс бағалау пирамидасы әдісі бойынша шарты, жүрдегі осы жаңағы әдісін тапсырманың шарты, жұптар поэмадағы 3 негізгі ойды анықтап, оларды жаңашылдығын талдайды және баға береді. Осы ең маңызды ой, орта маңызды ой, қосымша ой, олардың қазіргі заманмен байланысы. Енді дескрипторға келетін болсақ, поэмада 3 негізгі ойды анықтайды және маңыздылығына қарай орналастырады, әр ойдың мәнін түсіндіріп, пирамидадағы орнын дәлелдейді. Таңдаған ойларымды қазіргі заманмен байланысын көрсетіп, жаңашылдығына баға береді. Осы тапсырманы қазір орындаймыз. Бұл тапсырма жұптық тапсырма. 2 жұп жылдам не қыламыз? Осы тапсырманы орындаймыз. Ең маңызды ой адамның таңдауы өмір жолын айқындайды. Орта маңызды ой ақыл мен білім ең жоғарғы құндылық. Қосымша ой адамның ең басты байлығы ізгілік пен адамгершілік. Ойлардың қазіргі заманмен байланысы. Бүгінгі заманда адамгершілік, мейірім мен адалдық рухани байлықтардың негізі. Жақсы жауап берді Нәжібе. Ал бір ұпай береміз тағы да. Ал Маңызды ой адам өмірдің қандай жолды таңдаса да ең дұрыс жол ақылның ізгілік жолы. Орта маңызды ой байлық пен ләззат уақытта, ал ақыл мен білім адамды биікке көтеруге, елге пайда келеді. Қосымша ой нағыз бақыт адамның жақсы істер жасап елге пайдасы тиюінде. Ойлардың қазіргі заманмен байланысы бүгінгі адамдарда Масқұт сияқты түрлі таңдаулардың алдында тұрып, ақыл мен адалдық жолын таңдау қажеттігін. Жақсы, тамаша жауап. Ақыл мен адамдық жолына тағы да бір ұпай. Жақсы.
Бағалау пирамидасы ең маңызды ой. Адам өміріндегі бір шешімнің рөлі зор. Орта маңызды ой ақыл адамды жетелейтін күш. Қосымша ой ізгілік пен мейірімділік адамдықтың өлшемі. Ойлардың қазіргі заманмен байланысы. Бүгінгі таңда да мейірімділік пен ізгілік адамдардың арасындағы татулықтың сенімінің кепілі. Ең маңызды ой таңдау адамның тағдырын айқындайды. Орта маңыздағы ой ақыл мен парасат өмірдің шамшырағы. Жақсы. Қосымша ой адамдық қасиет ең асыл мұра. Ойлардың қазіргі заманмен байланысы. Қазіргі заманда адалдық пен адамдықтың қадірі арта түсті. Ой ақыл мен ізгілік адам өмірінде ең басты құндылығы. Орта маңызды ой әр адамның таңдауы оның тағдырын анықтайды. Қосымша ой байлық пен құмарлық адамдарды адастыруы мүмкін. Қазіргі заманмен байланысы. Қазіргі жастарға дұрыс жолды, білім мен ақылды таңдау маңызды. Ал енді жасанды интеллект бойынша осы бүгінгі тақырыпқа байланысты дұрыс деп сұрақтарға жауап берейік. Ал қазір кім шығады тақтаға бірінші сұраққа? Масғұтқа 3 түрлі алма ұсынды. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Дұрыс екен, жақсы. Елдос өте жақсы сұраққа жауап берді. Ал Елдосқа 1 ұпай. Бағдат қаласында өмір сүрген ба? Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс, дұрыс жауап берді. Ал 1 ұпай береміз әр топқа, Оны өлтіріп жазалаған. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс дейді, бұрыс дейді, дұрыс. Алихан дұрыс жауап берді, сұраққа 1 ұпай. Масғұт саралманы таңдады. Дұрыс па, бұрыс па? Бұрыс дейді, дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Кім келеді? Ал, Альбина. Алина. Масғұт кездескен шал қыдыр емес. Бұрыс, дұрыс жауап. 1 ұпай. Келесі. Масғұттың іс-әрекеті арқылы ақын нені дәріптейді? Қайырымдылық пен адамдық қасиеті, өшпенділік пен кек алуды, қорқақтықты, өз мүддесін қорғауды. Қайырымдылық пен адамдық қасиеті. Тамаша жауап. Инабат. Нені білдіреді? Байлық пен билікке құштарлық, ақыл мен әділдікті таңдау, ерлік пен даңқ жолын, тән рахатын қуалау. Қайсысы? Ақыл мен әділдікті таңдау. Ақыл мен әділдікті таңдау. Дұрыс, өте дұрыс жауап. Келесі. Жақынға Масғұттың ерлігі мен ақылы халифтің назарын аударды. Дұрыс жауап, өте дұрыс, тамаша. Келесі. Абай бұл поэма арқылы қандай ойды жеткізгісі келді? Ақыл парасатты адам ғана дұрыс жолды табады. Әркім өз пайдасын ойлау керек. Байлық адам бақытының өлшемі, көптің соңынан еру ақылдың белгісі. Қайсысын таңдады? Ақылды парасатты адам ғана дұрыс жолды табады. Дұрыс жауап еді. Тамаша жауап, жақсы отыра ғой. Келесі. Масғұт поэмасындағы басты мәселе қайсысы? Адамның таңдау еркі мен жауапкершілігі. Адамның таңдау еркі мен жауапкершілігі. Тамаша жауап. Ал сабақтың соңында рефлексия балалар, кері байланыс. Бұл жерде кері байланыста сабақтан алған білімдерің бойынша саралап өз пікіріңді білдіресіңдер. Мысалы, сабақты қызықты болған тұсы, ұнаған тұсы, сабақтың барысында маған жаңа кедергі келтірген не нәрсе, одан кейін осы сабаққа қандай өзгеріс қажет енгізу керек екенін, сол жөнінде мынау кері байланысқа не істейсіңдер? Барлықтарыңа осы кері байланысты таратып беремін, аты жөндеріңді жазып, осыған кері байланыс жазасыңдар.